русскими сейчас договариваться и будем каким-то образом там сосуществовать, знаете, когда мы вернемся, вам всем не только будет стыдно, а многим из вас очень будет больно. Мы вернемся для того, чтобы восстановить справедливость, ту справедливость высшую, которая Богом нам дана. Бог нам дал эту землю в пользование навечно. И мы с этой земли вышли с Крымской, и в эту крымскую землю вернемся. И никакому оккупанту нам не помешать это сделать. Yayınımızdan esas mevzuları. ФСБ Сабадан Қырым татарының evinde тинтув кечірді. Дабыр кере видео чықарсаң, башқа жалаф етежекміз деді. Ишгалжилер тешкіл еткен қыдырлезге байкот. Күлге бөле бір байрамлар жоқтыр. Біздің ватанымыздың ишгал етілді. Илми Умеровның давасыны Бақшысарайда дегелде Ахмеджетте бақажақлары. Ахмеджет районында бақылмасынан насыл янышачақлар вақыт көстерір. Студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Ахмеджетте Руселялы құветлерінің қадемлері Тофик Абдулгазиев евінде тинтув кечірді. Ешғалжилерінің версиясына көре ев сайыбы Сүрияде ғайып болған Қырым татары Энвер Меметовқа алақасы бар екен. Тинтувден соң Абдулгазиевні экстремизмнен күрешув меркезіне давет етіп, пармақ ізлеріні алып фотоға чекмеге істегенлер, ләкин тұтылған қаршы шыққан. Тофик Абдулгазиев Руселялы құветлерінің темсілжелерінен субет насыл өткерілгені айтып берді. Одни и те же, говорит, манежи. Манежи, говорит, одни и те же. Вақыт ве ерде aynı insanlar olғанын айталар. Дабыр кере видео чықарсаң, башқа жалаф етежекміз деді. Мен бұны тенбе оларақ көрем. Евде бір шейіні дағытмадылар, тенбеледілер. Вақайларны айдынлатмайым ве башқаларға да бұны аңнатайым деп келділер. Ничего не нашли в доме. Однако просмотрели телефон, компьютерную технику. Evde bir şey tapmadılar, ama telefon, bilgisayarını baktılar. Bir şey tapmayıp kettiler. 20 dakika geçken soң Tofik'ten bağlanıp ekstremizm ile kureş merkezine kelmege rica ettiler. Biz anda bardık, ona parmak izlerini vermege ve foto çıkarmağa teklif edildi. Biz razı olmadık. Çünkü bu mecburi bir şey değildir. Sonra sorgu oldu, biz Kenne'de bir izah vermedik. Çünkü bu tedbirlerden sebebini kimge nisbetten yapılganını bilmeymiz. В рамках которого мы также отказались давать какие-либо объяснения, потому что мы не знаем. Илми Умеровның давасы Ахмеджетінің Ишгалжи район махкемесінде бақылажақ. Қырымның Юқары Рус махкемесі Бақшысарай район махкемесінің қарарыны күчте қалдырды. Меджлис рейсінің муавины дава яшыған ері Бақшысарайда бақылмасына талап еткен еді, ләкин қадылар қаршы чықтылар. Ишгалжилер Илми Умеровны сепаратизмде қабатлап, жинай дава башлатты. Оны аты референде Русия бүтінлігіні бозмаға чағырулар япқандыр деп қабатлайлар. Суд принял решение об изменении. Mahkeme Бақшысарай mahkemesinin riberi Елена Лягинаның мектубы esasında davаны бақажақ mahkemenin belgilenmesi hakkında kararını kabul etti. Lягина Бақшысарай rayonunda uzun bir müddet devamında yolbaşçılık yapkanımı esaslana. Bu sebepten mahkemecilerinin belli bir menfaatları peyda olabilir. Yukarı mahkeme davanı baqajaq mahkemeni değiştirmege karar aldı. Şunu aytmak isteyim ki, Ahmedjet'te daha da büyük vazifelerde bulunğanıdım. Davanın Ahmedjet rayonunda bakılmasına nasıl yanaşacaklar vakit gösterir. Ишгалжилер тешкіл еткен қыдырлезге байкот. Бұтын Дүния Қырымтар Конгресі президентінің муавины Ленур Ислямов Қырым татарларыны Ярмадада майысынан 6-сында кечірілежек қыдырлезде иштирак етмемеге чағырды. Қыдырлез бізде ишгал топрақларда қыдырлез де жоқ. И бөле бір күлге, бөле бір байрамлар жоқтыр. Біздің ватанымыздың ишгал етілді. Айтажақ олам, варманыз. Бақшысарай тарафларда да қадірлес yapacak, оккупант yapacak қадірлесге. Сурен тарафларда да варманыз. Біздің ватанымыз ишгал етілді. Onun için kартинка bular uchun böyle bir dulber, bizim halkımız böyle bir xanzan kaynatıp, çiborek pişirip bu okupantlardan opışıp olmasın ular için.
Biz çalışamız, kureşemiz, kureşkene de bizim babalarımız, biz de devam etemiz. Bizim balalarımız da gerek olsa da, balalarımız da gerek olsa da kureş edecek. Киевтің Оболонь район махкемесінде Украинадан қачқан ве девлет қайынлігінде қабатланған президент Виктор Януковичнің давасы бақылмасына азырлық отырышы өткерілді. Топлашу тақменен бір саат девам етті. Махкеме бинасы оғынде фааллер топлашты тәфсилатлыжа мұхбирimiz Эльвина Сейдбулаева біле. Оболонь район махкемесі оғынды инсанлар елерінде плакатлар тута, ватан перверлер шағылары айтып қычыралар. Сербест инсанлар адлы тәшкілятын фальчилері сабық президент Виктор Януковичнің жазаланмасыны рижа етілер. Қануны бозған президент инсанлар оғынды ве махкемеге жива бережек. Біз акимиетке бұны көстермеге істейміз. Майдандан башлап жоқ инсаны ілі қолды. Біз тек оның өлімні талап етеміз. Януковичнің жазаланмасыны талап етеміз. Залда үш инсандан ибарет қадылар коллегиясы. Прокурорлар ве сабық президент Виктор Януковичнің имайджилер бар. Девлет хәнігінде қабатланғанын өзі махкемеде жоқтыр. Януковичнің имайджилері махкемені девам етірмеге олмай деп қайдетелер. Ішні девам етірмеге чаре жоқ, чүнке махкемелердің автоматик байлаштыру системасының бағлы суалер бар. Януковичке аляда махкеме чағыруф ақында хабер етілмеген деп қайдетелер оның адвокатлары. Қадылар коллегиясы мұражатыны қысмен қанатландыры. Келечек махкеме топлашуында Януковичнің видеотрансляция ярдымынен көрмеге планаштыралар. Адвокатларының айтқанларына күрі мұштаресінің айтачақ шейлері бар екен. Біз жоқтан берлі Виктор Януковичке қаршы сөйқас епіла білежегі ақында айтамыз. Бұл әрекетлер нәтижесінде біздің мұштаре өзі келіп, махкеме процесінде іштирак етмес. Елерде мартайында Қырымда олған вақиялар ақында чоқ мирақлы малуматлар ешіте білежексіңіз. Қадыровның Интерполдан чықарған Янукович махкеме ішіне тесір етмейчек деп қайдеті прокурорлар. Имайджи тарафындан мұражатлар девам етечегінде шубе жоқтыр. Қабатланған вешекленген өз қабатыны танымады. Оның үшін прокуратура ең yüksek жаза сұрajақ. Яғни азатлықтан ebedi марум етілмесіні сұрajақмыз. Қабатланған тараф юзденцияде шат азырлаған екен. Имайджи тарафындан аслы жоқтыр. Махкеме топлашуы майысының 18-іне авыштырылды. Анда Виктор Януковичні көрмекні планаштыралар. Эльвина Сейдбулаева, Асан Эминов, Заман, АТР. Қырымтатарве Украин медениетінің бірлешмесі Киевдегі Иван Гончар музейінде сыңырсыз чөл тимсалі адлы сергі açılды. Анда трипольская керамета ве шақси коллекцияларда сақланған ресімлер тақдим етілді. Сергі июньнің 25-не қадар çalışacak. Бұл вақиянын тимсалі оларақ Триполь Мадоннаны сайлап алдық. Бұл уникаль бір шей милаттан evvel 3900 yılı verse, yani 5000 yılı verse, Eykelтраш қадынның бала sevgisini көстеріп oldu. Тобто більше 5000 років тому. Ескі эсерлерні көресіңіз, оларны башқа бір ерде көріп оламасыңыз. Бұл ейхада іштирак еткен ресамларға тәшекерлерімізді білдіреміз. Оларның эсерлері бұл ғайыны там бір шекілде ифадалей ве бұл ейхаға тесадуфен қошылмады. Лейхана айтсақ, Украин ве Қырым татар медениетлерінің бір-біріне көстерген тесіріні көреміз. Фарқлы дин күткен, фарқлы тілдерде лаф еткен, амма әр вақыт бір топырақта яшаған халқардан бағаны көстермек керек. Жең шатышмалары олған, амма чоқ салаларда бұл бұрышық мұнасибетлері еді. Сижарет олғаны да бір-бірімізге тесір еттік. Импрессионизмның бұл юнелішінің чешетлері ноқталар. Бұл ноқталар соңра бірлештіріле, яқынлашсаң айры сызықларына көресің, амма ұзақлашсаң бұл там бір шекел көріне.
Dağlar insan sımasını alğan buyuk bir resim. Yakın baksan ne kadar farklı olğanını göresin. Bazıları özara laf ete, bazıları sonsuzdur. Bir toprak ayrıtte kaldıra, ayrı bir yer tuta ve o insanı özcesine şekillendire. И она формирует под себя человека. Bu bilgi bergen bir sergi, pek duygulu. Киевге келген Евровижн мусафирлері не көрді. Мұхберіміз Елизавета Цареградская ер ярышының мусафирлері Юрген Йолнен кечті. Тәфсилатлыжа невбеде левхамызда сейретіңіз. Киев авалимана çetilden kelgen musafir başta ona göre yeşil hayatının çıkışında para bozdırıf noktası var. Mında ruble, dolar, euro ve funt bozdırıla. Terminal kırışında taksi nöbetçilik yapa halkara sergi merkezine kadar yol parasının miqdarını sorayımız. Fiyat sayıcılarımız var. Fiyat sayıcıları mı? 1 kilometre için 18 grivna alamız. Taksi tutmak 35 grivna. Anladım, sağ olunuz. Ne kadar tutar? Anda en az 20 kilometre var. Havalimanından çıkkanda yollar da tamir etili. Şehir merkezine doğru ketemiz. Bazı yerlerde yollar da var. Eurovision 2017 geçirilecek halkara sergi merkezine en yakın olan metro stansiyası Levobережна. Musafirlerinin nasıl etip karşılamağa hazırlanğanlarını bilmege tırıştık. Yolcular iki çıkıştan birisini kullanalar. Ne vakit aşacaklar? Mayıs'ın 5'inde. Mayıs'ın 5'inde bugün 4'ü, yarın yani. Halkara sergi merkezine ketken yolda çiçekler cuma ertesine kadar daha da çok olacaktır. Yapon uslubunda bir eser. Ne için Yapon uslubu? Bu yıl Yapon mevzusuna bağışlanam. Tam olarak ne gösterilecek? Sakura çiçekleri, dağlardan görüngen güneş, yaz sofası. Metronun yanında avtobus durağının kuruculuğu yekünleni. Yol ve kaldırımlar da tamir etili. Metro yolunda farklı memleketlerinin parasını bozdurmağa mümkün. Ukrzaliznetsiya hizmetlerinden faydalanmağa istegen paytaxt musafirlerinden Kiev'nin merkezi vokzalındaki vaziyetini bilmege karar aldık. Bu Eurovision 2017 gönüllüleridir. Nevbetçilik yapalar. Nevbette onlar insan var. Turistlerge yardım eteler. Maşına tutmağa gerek olğanda şaşmalaylar. Taksi aydavcıları pek yüksek fiyatlar koya. Olarga maşına tutmağa yardım etemiz. Kiev'deki meraklı yerlerini aytamız. Mağribli biri yanımızga keldi. Elçihanesine baracak idi. Taksi aydavcısından sonra da tahminen 150 grivna olacağını ayttılar. Taksi tuttuk, 56 grivna çıktı. Ми викликали таксі і вийшло 56 гривень. Taksi aydavcıları fiyatlarını aytmay, kamerаны korup izahat bermege razı olmaylar. Taksi mi? Yok. Ama maşına yanında durasınız. Ne var? Sizin maşınanız değil mi? Yok. Fiyatlarını soramağa istedik. Aytıp olursunuz mu? Bilmeysiniz mi? Sizin maşınanız değil mi? Benim. Taksi mi? Müşterinin bekleyeyim. Fiyatlarını bilesiniz mi? Yok. Eurovision yer yarışının yarım finalı 4 günden soň ötkerilecektir. Елизавета Цареградская, Эльдар Исматов, Zaman, ATR. Киев меркезі Хрещатик соқағында Евровижн сeyircileri үшін Мұхлис мейданчығы açıldı. Анда емек мейданчығы seyirciler ратланмасы үшін ер ярышының ең büyük sanası açıldı. Мұхлислер өз təəssüratlarını paylaştılar. Атмосфера классная. Очень много разных локаций, то есть есть и смотровая площадка, и какие-то игры, и для взрослых и детей все увлекаются одинаково. В общем, здорово. Места, где посидеть, эти пуфики. Очереди небольшие, а так все организовано, в принципе, хорошо. Удобно. Bu sonki haberimiz edi. ATR-den ayrılmanız, görüşkенже.